7 қаңтар халықаралық Холокост құрбандарын есте сақтау күні. Бұл туралы қарарды Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 2005 жылдың 1 қарашасында қабылданды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы өз қарарында қатысушы мемлекеттерді Холокост сабақтарынан кейін ұрпақтардың жадында мәңгі сақталуы және болашақта геноцид актілерін алдын ала ықпал ету үшін білім беру бағдарламаларын әзірлеуге шақырады. Холокост ежелгі грек тілінен аударғанда өртеу, отпен жою дегенді білдіреді. Қазіргі ғылыми әдебиеттер мен публицистикада фашист Германияның оның одақтастарының 1933-1945 жылдарындағы еврейлерді қудалау және жою саясатын білдіреді. Бұл терминді алғашқы рет болашақ Нобель сыйлығы лауреаты жазушы Эли Визель газ камералары мен жою лагерлерінің крематорийлерін символ ретінде қолданады. Израильде және кейбір басқа елдерде еуропалық еврейлердің апаты деген шоа терминде қабылданды. Есте сақтау күні кездейсоқ танымалды. 1945 жылы 27 қаңтарда кеңес армиясын нацистердің ең үлкен Освенцим өлім лагерін босатты. Ол туралы білгенге кейін әлем дірілдеп кетті. 1945 жылы 27 қаңтарда түстен кейін маршал Иван Конев басқарған 60-шы армия әскерлері Освенцим-Биркенау концлагерінің босату басталды. Бұл неміс тіліндегі Освенцим атау болды. Освенцим поляк лагерінің фашистік тұтқындарды тікелей босату мен генерал-лейтенант Василий Петронканың 107-ші дивизиясы айналысты. Кейіннен Василий Яковлевич лагерін азат етуші ретінде Освенцим КСРО мен дипломатиялық қатынастардың болмаған кезде Израиль мемлекетіне жиі баратын. Освенцимге түскен адамдардың өлтіру құбырға қойылды және қоғамның өнертабыстары арқылы жүзеге асырылды. Солардың бірі тандем мен өнертабысы болды, газ камерасы және крематорий. Лагерге келгеннен кейін тұтқындар жарамды және жұмысқа жарамсыз деп сұрыпталды. Балалар, қарттар, мүгедектер тікелей теміржол платформасының газ камералары мен крематорийға айдалды. Жәбірленушілер киім ауыстыратын бөлмеге айдалды. Онда олар шешінуге бұйрық берді. Содан кейін оларды душқа апарды. Бірақ бұл газ камералар болды. Кезекші дәрігердің бұйрығымен циклон В улы газ бар цилиндр ашылды. Бірнеше минуттан кейін адамдар тұншығу мен уланудан қайтыс болды. Денеден кейін крематорий өртеуге жіберілді. Ал алынған күл ауыл шаруашылық тыңайтқыш ретінде пайдаланды. Освенцимге қаза тапқандардың арасында Еуропа және Американың көптеген елдердің субъектілері. Спортшылары неміс футболшысы Юль Хирш, Нидерландыдан 1928 жылы Олимпиада чемпионы, гимнаст Эстелла Акстеррибе, Григорий Распутин жеке хатшысы Арон Симонович, қоғам және дін қайраткері Илья Фундаминский және тағы басқалар болды. Дереу өлімнен аулақ болған тұтқындар және қасиеттерінен айырылды. Шаштарын қырып тастады. Сол берілген нөмір татуировкасы бар еді. Еңбек геноцидті жою жұмысы деп аталатын тағы бір түрі болды. Тұтқындар лагерлерден тыс жерлерде, көмір шахталары мен карьерлерде, сондай-ақ құрылыста, туннелдерде мен каналдарда салуды жұмыс істеді. Адамдар терезелер жоқ ыстықтан немесе суықтан қорғалмаған казармаларда ұсталды. Тұтқындар әрқашан аштықта ұшырады. Освенцимде ерлер, әйелдер мен балаларға қатыгез медициналық эксперименттер жүргізілді. СС дәрігері доктор Йозеф Менгеле карликтер мен егіздердің соның ішінде жас балаларға ауыр және жарақатты эксперименттер жүргізді. Эксперименттердің мақсаттарының бірі немесе сарбаздары мен ұшқыштарын берілетін медициналық емдеуді жақсарту болды. Освенцим тұтқындарының көпшілігі бірнеше апта немесе ай ғана тірі қалды. Нюрнберг трибуналарының құжаттарында айтылғандай, Освенцимде 2,5 миллион адам қайтыс болды. Олардың 90% еврейлер. Освенцимде қазақ тапқандардың нақты саны анықтау мүмкін болмады, өйткені көптеген құжаттар жойылды. Еуропадағы 6 миллион еврей Холокосттың құрбаны болып саналды. Онда 4,5 миллион ересек адаммен бірге 1,5 миллион бала жойылды. Дәл осы сан Нюрнберг трибуналарының үкімдерін көрсетілген. Алайда бұл сан шарттар болып табылады. Өйткені соғыстан соңында қарай фашистер тіпті өлім лагерлерінің іздерін жойды.
ұлттық қапат және ерлік мемориалында Яд Вашем ұлттық мемориалында аты-жөні анықталды. 4 миллионға жуық құрбан туралы куәлік беретін жеке құжаттар бар. Холокостқа арналған мемориалдар мен мұражайлар әлемнің көптеген елдерінде бар. Олардың қатарында Иерусалимдегі Яд Вашем мұражайы, Париждегі құжаттама орталығы және мемориал Франция, Амстердамдағы Анна Франк үй мұражайы Нидерланды, Вашингтондағы Холокост мемориалды мұражайы ақш, Хиросимадағы еврей балаларын еске алу мұражайы Жапония, Мәскеудегі еврей мұрасы және Холокост мұражайы бар. 1951 жылы Израиль парламенті апатты еске сақтау туралы заң қабылдады. Оның айтуынша нацистік Еуропаны басып алған жылдарын еврейлерін құтқарған еврей нацистерге өз өмірлерінде қатерге тігіп, әлем халқыларына әділ адамы атаған берді. Бұл атаққа берілген кезде берілген медальда еврей халқына алғыс үшін деп жазылған. Кім бір өмірді құтқарса, бүкіл әлемді құтқарады делінген. Халықаралық Холокост құрбандарын есте сақтау күні бұл тірі қалғандардың дегені құрметпен Холокост құрбандарына құрмет көрсетудің дәлелі ғана емес, ол әрекетке шақыртуды қамтиды. Ресми түрде Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының қарарында шешімі бойынша бүкіл әлемде 2006 жылдан бастап күн атап өтілді. Оны қабылдауды бастамашылар Ресей, Украина, Израиль, Канада, Австрия, ақш болды. Оларды 90-нан астам мемлекеттік өкілдері қалдады. Алайда, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан бір қатар мемлекеттер еске сақтау күні өз тарихында оқиғаларға байланысты басқа күндерде атап өтілді. Атап айтқанда, Германия 1996 жылы алғашқылардың бірі болып, 27 қаңтарда Холокост құрбандарын есте сақтау ресми күн деп жарияланды. Бұл күн мемлекеттерге антисемитизм мен нәсілшілдікпен одан әрі күресуге қатысуға және болашақта осындай қатыгездіктердің қайталануын болдырмайтын білім беру бағдарламаларын жасауға мүмкіндік береді.